күн балалар, бүгін сен мектептегі таңғасы туралы есептер шығарасың және 2-2-ден комбинациялар құрастыруды жалғастыратын боласың. Алдымен балалар таңдаған көкөністер мен жемістердің атауын теріп жазайық. Сырым көкөністерді, ал Әлия жемістерді. Мен қызыл түсті жемістерді таңдаймын дейді Әлия. Ал мен жасыл түсті көкөністерді таңдаймын дейді Сырым. Сырымға көкөністер жасыл түсті орамжапырақ, қияр және жүзімді жазамыз, өйткені ол жасыл түсті көкөністер таңдап тұр. Ал Әлияға алма, анар, құлпынай, өйткені ол қызыл түсті жемістерді таңдап отыр. Мінекей біз 2-2-ден комбинация жасадық. Енді бұрыш, қызанақ, қияр, пияз 2-2-ден жұптастырып комбинация құрастырамыз. Бұрыш пен қызанақ, бұрыш пен қияр, бұрыш пен пияз, қызанақ пен қияр. Тағы да нұсқаларың болса, сенде жазуыңа болады жалғастырып. Енді балалар асханаға бару үшін жұптасып сапқа тұрады. Сендер де асханаға жұппен сапқа тұрып барасыңдар. Айгүл, Берік, Сәуле, Арман төртеуі. Кім-кіммен тұруы мүмкін? Әртүрлі нұсқа құрастырып жазып көрейік. Айгүлде жұп таңдаудың 3 мүмкіндігі болады. Өйткені Айгүл Берікпен, Айгүл Сәулемен, Айгүл Арманмен тұруы мүмкін. Солай ма? Ал Берікте неше мүмкіндік болады? Сен осындай комбинация құрай аласың ба өзің? Суретпен сұлба бойынша есеп құрастырайық. Кесінді сызып, осындай сұлба саламыз, сосын ол мәліметтерді пайдаланып есеп шығарамыз. Себетте бізде барлығы қанша жеміс болған белгісіз, бірақ тағы да 3 жеміс салып едік, 9 болды. Басында себетте қанша жеміс болған табу үшін біз теңдеу құрастырамыз. X-ға 3-ті қосамыз, 9 болды. X табу үшін 9-дан 3-ті азайтамыз. Сонда X-тің түбірі 6. Демек себетте басында 6 жеміс болған екен, Енді осы есепке кересеп құрастырып көрсең болады. Сергіту сәтін жасап алып, жұмыс дәптеріміздегі тапсырмаларды орындаймыз. 2 заттан таңдаудың қандай нұсқалары болады? Нұсқалар комбинациялаймыз. 2-2-ден заттарды комбинациялаймыз. Демек, әрқайсысында бір нұсқа болса, бізде 9 нұсқа болады. Теңдеудің түбірін тауып, қажет монеталарды қоршаймыз. 10-ға қандай санды қоссақ 15 болады. Біз 10-ға 5-ті қоссақ 15 болатын біліп тұрмыз. Енді қай монеталарды қоршаймыз? Қай санынан 50-ді азайтсақ 20 шығады. Бізге 70 қажет. 70 деген сан қай монеталардың қосындысы екенін тауып қоршаймыз. Өте жақсы. Берілген өрнектердің мәнін тауып өзіңді тексерсең болады. Сосын бүгін сен 2-2-ден комбинация нұсқасын құрастыруды тағы да жалғастырдың және есептер шығардың. Ал саған сабақ берген Гүлзина Жақсылық.